Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Избасарова Жанат Мұқтыбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыз информатика пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электронды үкімет порталы. Сабақтың мақсаты студенттерге электронды үкімет туралы түсініктеме беру. Электрондық үкімет ақпараттық технологиялар көмегімен ішінара келісушілікті қамтамасыз ететін мемлекет пен азаматтар арасындағы, сондай-ақ мемлекеттік органдардың өзара әрекеттестігінің бірыңғай механизмі. Мемлекеттік органдарға кезекті қысқартып, анықтама, куәлік, рұқсат құжаттарын және тағы басқаларын алуды жеңілдетуге әрі жылдамдатуға мүмкіндік бергенде дәл осы механизм. Қазақстан Республикасында электронды үкіметті қалыптастыру мемлекеттің басшысы, қазіргі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша қолға алынды. Электрондық үкіметті енгізу бағдарламасы 2004 жылы 10 қарашада президенттің жарлығымен бекітілді. 2006 жылы сәуірде электрондық үкіметтің e-gov.kz порталы іске қосылды. Электронды үкіметтің дамуы: бірінші кезең ақпараттық, екінші кезең интерактивтік, үшінші кезең транзакциялық. Электрондық үкімет инфрақұрылымы аясында жеке және заңды тұлғаларға 2000-нан астам ақпараттық, 236 интерактивтік және транзакциялық қызметтер, олардың 108-і электрондық лицензиялау, 108-і электрондық үкімет порталдары арқылы ұсынылуда. Электрондық үкімет порталы арқылы қызметтерге толығырақ тоқталу үшін келесі видеоға назар аударайық. Электрондық үкімет порталы www.egov.kz адресі бойынша қолжетімді. Сіз электрондық үкімет порталының негізгі бетіндесіз. Портал сізге әлемнің кез келген нүктесінен, кез келген уақытта интернет бойынша мемлекеттік органдардың қызметтерін алуға мүмкіндік береді. Сіз порталда тіркеліп, мемлекеттік органға электрондық өтінішті жөнелтіп, өтеусіз негізде көрсетілетін мемлекеттік органдардың қызметтерін онлайн режимде аласыз. Сонымен қатар қажетінше ақылы мемлекеттік анықтамаға салықты төлей аласыз. Сонымен қатар www.egov.kz адресі бойынша айыппұлдар мен салықтарды төлеуге болады. Электрондық үкіметпен жұмыс істеу үшін бастапқы қадам порталда тіркелу. Келісім туралы. Электрондық үкімет порталының пайдаланушылық келісімімен порталда жаңа пайдаланушыны тіркеудің міндетті тармағымен танысу. Пайдаланушылық келісімінде электрондық үкімет порталында тіркелу және жұмыс жасау үшін шарттар белгіленген. Порталда тіркелу үшін сізге жеке сәйкестендіру нөмірі, парольді және электрондық адресті енгізу қажет. ЖСН Қазақстан Республикасының әрбір азаматына берілетін жеке сәйкестендіру нөмірі. Жеке сәйкестендіру нөмірі 12 цифрды қамтиды. Ол жеке куәліктің туылған күннің төменгі жағында көрсетілген. Мемлекеттік деректер қорында сіздің жеке куәлігіңізді тіркеу үшін лупаның белгісіне басу қажет. Сіз порталда пайдаланушыны тіркеу рәсімінен өттіңіз. Жүйеге ену үшін кіру батырмасына басыңыз. Электрондық үкімет порталында авторизациялау үшін сіздің жеке сәйкестендіру нөмірі және тіркелу кезінде сізбен көрсетілген парольді енгізу қажет. Сіз жүйемен авторландыңыз және порталдағы барлық қызметтерге қолжетімділігіңіз бар. Порталмен жұмыс жасау жөніндегі кез келген мәселелер туындаған кезде
14 14 және 8 800 080 77 77 нөмірлері бойынша пайдаланушыларды қолдау қызметіне тәулік бойы хабарласа аласыз. Құрметті білім алушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан көптеген қызықты мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын.